Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге біздің ұлттық тағамымыздың бірі жаппасайдың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жаппасайдың салмасын дайындап аламыз. Ол үшін қызып тұрған майға ұсақтап туралған етті саламыз. Мен сиыр етін пайдаландым. Ұсақ етіп текшелеп турадым. Шамамен 5-10 минуттай қуырып аламын. Енді осының үстіне ұсақтап туралған пияз салып қуырамын. Бетін жауып, шамамен 15 минуттай бұқтырып қоямын. Содан кейін ұсақтап туралған қызанақты салып араластырып қуырамын. Еттің, қызанақтың шырыны сөліп бөлініп өте дәмді болады. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамын. Дайындап жатқан салмамыздың суы тартылып кеткен жағдайда аздап су құйып, араластырып, жай отта ет жұмсақ болып піскенше табанның қақпағын жауып, бұқтырып қоямын. Осы уақыт аралығында картоп, сәбіз, бұрышты ұсақтап турап дайындап қоямын. Енді қамыр илейміз. Ол үшін жылы суға жұмыртқа, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырдың июі қанғанша 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Июі қанған қамырды алып, тақтайға ұн себелеп, қамырды бірнеше ұсақ домалақтарға бөліп шығамыз. Бөліп ұсақтап домалақтап қойған қамырлардың беті қатып қалмас үшін ыдысқа салып, бетін жауып қоямыз. Енді әрбір қамырды жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа етіп жаю керек. Оның көлемі диаметрі қазанның көлеміндей болу керек. Әрбір жайылған қамырды тарелкеге салып, үстін өсімдік майымен майлап отыру керек. Барлық қамырды осылай бірінің үстіне бірін майлап шығамыз. Енді ұсақтап туралған сәбізді салып, орташа отта 5 минуттай қуырып бұқтырамыз. Келесі кезекте ұсақтап туралған картоп пен тәтті бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Енді салмамыздың бетін жауып тұратындай етіп, қайнаған су құйып, қазанның қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнап бастаған уақытта қамырды бір-бірлеп саламыз. Міндетті түрде бір-бірлеп салу керек, себебі қамырлардың көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Ең соңғы қамырды салып болған соң, қақпағын жауып, отты орташа қылып қоямыз. Шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Міне, қамыр да пісті. Отты өте жай қойуға болмайды. Қамырлардың арасы бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, қамыр өте жұп-жұқа, нәп-нәзік болып пісіп шықты. Суы да тартылды. Салмасы да пісті. Видеода көрсетілгендей етіп, жаппасайды осылай әдемі қылып салып, екіге ораймыз. Мүмкін сіз басқаша орауыңыз мүмкін. Бұл әрбіріңіздің өздеріңіздің фантазияңыз.
жаппасай құрғақ болмас үшін қаймақты соустармен, сарымсақты соустармен ұсынуға болады. Үстіне аскөк саламын. Өте дәмді болады. Қонақтар келгенде осы тағамды жасасаңыздар, таң қалдырасыздар деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де видео пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақмарал.